Бүгінгі әңгімеміз мынау қазақ тіліндегі сауға деген сөз туралы болмақшы. Қазір енді көптеген адамдар сауға ұсындым, біреуге сізге сауға ұсынбақшымын, бүйтемін, сөйтемін деп жатады да. Енді осы сөзді біз дұрыс қолданып жүрміз бе? Қазақта сауға деген сөз бар ма, жоқ па? Қазақта сауға деген сөз бар, бірақ сауғаны ешқашанда біреуге ұсынбайды. Сауға ол сұрап алатын нәрсе. Көңілдерде жаныма сауға дейді. Мысалы, біреулер қатты бір қателік өткізген кезде басын шауып тастауға тура келеді ғой. Сол кезде жаңағы адам қайтеді, сауға дейді. Сұрап алады, маған осы жанымды сауға қыл, өзіме бер дейді да. Ол ешқашанда мен саған сауғамды саған берем деп айтпайды. Сондықтан сауға деген нәрсе ол сұрап алған, былай айтқан кезде жалынып алған дүние деп айтуға болады. Мынау тағы да бір өлең бар. Сауға сұрап тұрған жоқ қылығыңнан, махаббаттың жан едің құры құрған дейді. Көрдіңіз бе? Сондықтан бұл жерде де не қылып отыр? Сенен сауғаны сұрап тұрған жоқ дейді. Олай болса, ол беруші адам мен саған сауға бердім демейді. Керісінше сұраушы адам мен сенен сауға сұрадым дейді. Сосын ол оған қайтеді, оның сұраған нәрсесін берсе береді, бермесе бермейді. Ал ондай болса, бүгінгі күні бұл қандай сөзге алмасып отыр дегенде, бұл бағанағы біздің тарту немесе сыйлық. Мен саған сыйлық ұсындым, мен саған тарту ұсындым десек, бұл дұрыс болады. Сондықтан бұл екеуі бір-бірінде мүлде ұқсамайтын дүние. Ал енді біз бұл сауға деген сөзді қайдан тауып алдық деген кезде, бұның ең маңызды себебі біз осы сөздің түпкі төркінін ұмытып кеттік. Бұл бізге бейтаныс болып кетті да, яғни адамдар бірінен бір сауға сұрамайтын болды деген сөз. Сондықтан мынау тілді толық түсінбегендігіміз себепті сауға деген сөзді біз беретін дүние ретінде немесе жаңағы өзіміздің тарту деген сөзбенен араластырдық, екеуін мағыналас сөз қылып тастадық. Әмәлиятта тарту деген сөзбен сауға деген сөз ол ешқашан мағыналас сөз емес. Біреуі сен өзің беретін нәрсе дағы, ал енді біреусі сенің сұрап алатын дүние. Сондықтан екеуінде үлкен фарқ болады. Сол үшін де мынау сөз қолдануда, тіл қолдануда дұрыс қолдануға мән бергеніміз дұрыс. Өйткені егерде сіз жаңағы мен сізге сауға бердім десең, шын мәніндегі сөзді түсінетін адам ренжуі мүмкін, әуелей мен сенен сауға сұраған жоқпын дейді. Мен сенен сауға сұрайтындай күйге түскен жоқпын дейді. Көрдіңіз ба? Сондықтан да мынау әр сөздің өзінің мәні бар, мағынасы бар. Тілді дұрыс қолданғандығымыз ешқашанда жаман емес, құрметті достар. Олай болса, текшемізге қосылып қойыңыздар. Алуан түрлі ақпараттардан, экономикалық мәселелерден, отбасының экономикасын басқару, дүкен экономикасын басқару жағынан да біз күнделікті жақсы мазмұндармен ортақтасамыз. Мынау АТО 2025 біздің тойын текшеміз. Сонымен бірlikte шопинг қауға да осымен қосыла аласыздар. Қосылып тарқатып қойыңыздар. 记得关注再走哦。